Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі талдайтын есептердің біріншісі, жұмысшы сағатына 108 тетіктен жасағанда барлық тетікті 5 сағатта жасайды. Ол сағатына 60 тетіктен жасаса, барлық тетікті неше сағатта жасайды? Егер бір сағатта 108 тетік жасайтын болса, онда барлығын 5 сағатта аяқтайды. Ал егер 60 тетіктен жасайтын болса, онда неше сағатта барлық тетікті жасап болатындығын табуымыз керек. X тең болады. Кері пропорциямен шығарамыз. 108-ді 5-ке көбейтіп 60-қа бөлемін. 5-ті 5-ке бөлем 1, 60-ты 5-ке бөлем 12. Сосын 108-ді 12-ке бөлсем 9-ді. 8, 18, 8 жазамыз біройды. 9 сағатта. Барлығын 9 сағатта жасап болады екен. Теңсіздікті шешіңіз. Бірінші ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 4-тен. Мында 4-тен берем, мында 4-тен берем, мында 4-тен берем. 24x квадрат қосу 4 артық 20x минус x квадрат. Барлығын бір жаққа топтаймын. 24x квадрат қосу 4 минус 20x плюс x квадрат артық 0-ден. 24x квадрат, x квадрат бізде 25x квадратты береді. Минус 20x қосу 4 артық 0-ден. Енді 0-дерін тауып аламын. 25x квадрат минус 20x қосу 4-тен 0. Дискриминант тең болады. 400 минус 4 көбейту 25 көбейту 4. 400, 400-ден 400 аламыз 0. X тең болады. 2-ні 25-ке көбейтемін. 20 бөлу 2-ні 25-ке көбейтемін. Сонда 50-ден 20. Қысқартамын. 5-тен 2. Осы теңсіздіктің жауабын жазу үшін 5-тен 2-ні белгілеп аламын. Және бұл жерде ескеретін бір нәрсе. Бұл жерде бір шешімі болады дегеннің өзінде, сіздер білесіздер да, бұл бір-біріне тең екі жауап екендігін. Яғни x1-де, x2-де 5-тен 2-ге тең. Сондықтан бұл жерде еселі түбір ретінде қабылдап, тұзақ қоямыз. Бұл, яғни мына екі аралықта таңбаның өзгермейтіндігін білдіреді. Немесе, түсініксіз болып жатса, бұлай жазып көрсетейін. 5x минус 2. Осының квадратын беретін еді. Яғни мінекей. 5x минус 2-ның квадратын береді, демек, мына нүкте еселі түбір ретінде қабылданады. Сондықтан, қазір сол жақтан 0-ді алатын болсам, плюс болады, 0 минус болады, 0 плюс болады. Бізге артық аралық келген керек болады, артығы. Сонда теңсіздіктің жауабын жазған кезде, минус шексіздіктен 5-тен 2-ге дейін, және 5-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін деген теңсіздіктің шешімін аламыз. Неке осыны ескеруді ұмытып кетпеңіздер. Келесі есеп, есептеңіз. Бұл жерде біз анықталған интегралды есептейміз. Косинустың анықталған интегралын тапқан кезде, яғни алғашқы функциясын табамыз да. Сонда косинустың алғашқы функциясы синус x-ті береді. Ал синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x-ті береді. Мұндағы минус пен жаңағы минусымыз плюс болып кетеді. Және де анықталған интеграл минус пи бөлінген 3-тен пи бөлу 2-ге дейін. Ары есептейміз. Тең болады. Бірінші пи бөлу 2-ні қоямыз. Синус пи бөлу 2 қосу түбірасты 3 косинус пи бөлу 2. Азайту. Синус минус пи бөлу 3 қосу түбірасты 3 косинус минус пи бөлу 3. Синус пи бөлу 2. 90 градустағы синустың мәні 1-ге тең. Қосамын. Түбірасты 3 көбейту косинус 90 градуста 0-ге тең. Азайтамын. Синус бізде тақ функция болғандықтан минус пи бөлу 3 60 градуста түбірасты 3 бөлу 2. Қосамын. Түбірасты 3 көбейту. Косинус бізде жұп функция.
Сондықтан ол таңбасын алдына шығармайды. Косинус бізде болады пи бөлу 3 2-ден 1-ге тең. 1, мына түгел 0 болып кетеді. Мына минус пен мына минус плюс түбірасты 3 бөлу 2-ні береді. Және мұндағы минус пен мұндағы плюс ол минус түбірасты 3 бөлу 2-ні береді. Яғни түбірасты алдына көшіреміз. Сонда нәтижесінде 1 деген жауапты аламыз. f от x функциясының 0 мен пи кесіндісіндегі ең кіші және ең үлкен мәндерін табуымыз керек. Бірінші ол үшін туынды тауып аламыз. f' тең болады түбірасты 3 қосу 2 косинус 2x. Туындысын таптық. Енді 0-ге теңестіріп аламын. Түбірасты 3 қосу 2 косинус 2x тең 0. 2 косинус 2x тең болады минус түбірасты 3. Косинус 2x тең болады минус түбірасты 3 бөлу 2. 2x тең болады плюс минус ар косинус минус түбірасты 3 бөлу 2 қосу 2 пен n тиісті z. 2x тең болады плюс минус пи азайту пи бөлу 6 қосу 2 пен n тиісті z. 2x тең болады плюс минус 5 пи бөлу 6 қосу 2 пен n тиісті z. x тең болады плюс минус 5 пи бөлу 12 қосу пен n тиісті z. Енді 0 мен пидің арасындағы ең кіші ең үлкен мәнін тауып алуымыз керек. Сонда мына жерге мен есептеп аламын. f от 0 тең болады синус, яғни түбірасты 3 көбейту 0 қосу синус 2 көбейту 0. Синус 0-де бізде ол 0-ге тең болады. f от пи түбірасты 3 пи қосу синус 2 пи. Түбірасты 3 пи синус 2 пи бізде 0-ге тең. Сонда түбірасты 3 пидің өзі қалады. Содан кейін мәнін есептеп көрейін. n 0-ге тең болған кезде x тең болады плюс минус 5 пи бөлу 12. Ал мына 0 мен пидің арасына тиістісі ол x тең болады 5 пи бөлу 12. Енді осының мәнін есептеп көрейін қойып. f от 5 пи бөлу 12 тең болады түбірасты 3 көбейту 5 пи бөлу 12 қосу синус 5 пи бөлу 6. 5 түбірасты 3 пи бөлу 12 қосу синус пи бөлу 6 ол 2-ден 1-ге тең. Енді салыстырамыз. Мына жерге 1 қоятын болсақ, онда үлкен сан шығып кететін болар. n тең 1 қойсам, x тең болады плюс минус 5 пи бөлу 12 қосу пи. Егер x оң сан деп алатын болсам, 5 пи 12, 17 асып кетеді. Оны біз алмаймыз. Сонда жауабы осы үшеуінің ішінен қараймыз. Мынадан. Сонда ең кіші мәні бізде ол 0 болып тұр. Ең үлкен мәні түбірасты 3 пи болып тұр. Тексеріп көрулеріңізге болады. Келесі есеп, конустың биіктігі табанының радиусына тең. Конустың көлемі в сантиметр куб. Конустың жасаушысын табыңыз. Конустың суретін салып алайық. Осы конустың биіктігі мен табанның радиусы тең. Мына менің суретімде әрине кішкене қателіктер бар, бірақ солай деп қабылдай берейік те.
яғни h тең r-ға деп қабылдай беремін. Конустың көлемін табу үшін 3-тен 1 көбейту s табан көбейту h. Осы формуланы қолданамыз. Конустың көлеміні v-ға тең екенін беріп тұр. Жасаушы дегеніміз бізде L. Жасаушы L. Мына екеуі тең. Жалпы табанында дөңгелек жатыр. Дөңгелек табу үшін πr квадрат деген формуланы қолданамыз. Немесе πh квадрат. Себебі r мен h тең. Сонда v тең болады 3-тен 1 көбейту πh квадрат көбейту h. Ол менде береді 3-тен 1 көбейту π көбейту h кубты. Енді L-ді табуымыз керек. L-ді табу үшін Пифагорды қолданамын. L квадрат тең болады h квадратқа r квадратты қосқанға, немесе 2h квадратқа тең. L дегеніміз түбірасты 2h-қа тең. Сонда, бұл жерден h-ты тауып алсам, h дегенім L бөлу түбірасты 2, немесе түбірасты 2 көбейту L бөлу 2. Сонда мына жерге апарып қоямын. V тең болады 3-тен 1 көбейту π көбейту түбірасты 2 көбейту L бөлу 2-нің кубы. Ары қарай V тең болады 3-тен 1 көбейту π көбейту 2-нің кубы 8, түбірасты 2-нің кубы 2 түбірасты 2 көбейту L куб. Осыдан L кубты табамын. L куб тең болады 8-ді 3-ке көбейтем, 24 көбейту V, мұның барлығын көбейтіп жерім, және бөлем π көбейту 2-нің түбірасты 2 дәрежесіне. Ары қарай L куб тең болады, мыналарды қысқартып жіберсем 12. 12 көбейту V, π көбейту түбірасты 2. Так, мына жерден түбірасты 2-ден құтылсам, түбірасты 2, 6, 6 көбейту V, түбірасты 2, бөлімінде π. Сонда L тең болады 3-ші дәрежелі түбірастында 6 түбірасты 2 көбейту V бөлу π. Осылай жазып қоюымызға болады.